Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен сникерс пирогының рецебімен бөлісемін. Ол үшін бізге ең алдымен жұмыртқа, Қазақстан шоколады, вареная сгущенка, арахис, қамыр қопсытқыш, қант, какао, ұн және сары май қажет. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны салып, үстінен қант салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Үстінен біраз еріген сары май құйып араластырамыз. Төрт ас қасық какао, бір шай қасық қамыр қопсытқыш салып, үстінен ұнның жарты бөлігін қосып, алдымен венчиктің көмегімен араластырамыз. Одан кейін үстінен ұнды қалған бөлігін қосып, қолымызбен жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз осылай видеодағыдай болып шығуы керек. Енді қамырымызды формаға біркелкі етіп жайғастырамыз қолымызбен. Менде форма 22 диаметрлі. Қамырымызды шетке қоя тұрып, алдымен ыдысымызға вареная сгущенка салып, жұмсарғанша араластырып аламыз. Одан кейін үстінен арахис салып, біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Дайын массамызды қамырдың үстіне салып, біркелкі етіп жайып шығамыз. «180 градус қызып тұрған пеште 20 минут пісіріп аламыз». Глазурь үшін бізге ұсақталған арахистар керек болады. Мен мына арахистерді оқтаудың көмегімен ұсақтап алдым. Сіздерде немесе блендер болса, блендермен де жасасаңыздар болады. Не болмаса дүкендерде дайын ұсақ түрлері де сатылады. Пирогымыз пісті, енді суығанын күтеміз. Глазурь дайындаймыз. 50 грамм сары майға 100 грамм Қазақстан шоколадын салып, микроволновкада ерітіп аламыз. Ергеннен кейін араластырамыз. Менде масса қою болып көрінгендіктен үстіне тағы біраз сливки қосып, көз мөлшерімен қайтадан микроволновкаға салып ерітіп алдым. Дайын глазурьге ұсақталған арахистерді қосып, біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Пирогымыздың үстіне глазурьді біркелкі етіп жайып шығамыз. Осымен біздің сникерс пирогымыз дайын. Барлығыңызға ас болсын.